Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Біз енді тұрып жатырмыз. Көркем деген әлі жатыр, тұр десем тұрмайды, қолына телефон ұстап алған. Ой, ұйқымыз қанған жоқ деп. Одан кейін әдеміге қарасам, әдемі де телефон ұстап алыпты. Негізі бұған телефонға ұстауға болмайды көп. Оған таста десем, ол да тастамайды. Bir кезде мә Нұрали қайда деп Нұралиге барсам, Нұралим деген өзі жалғыз столдың үстінде печеньені соғып отыр ғой. Жанына мен де жайғасып алдым да, мен де печенье соқтым Нұралимен бірге. Дәмді екен деп қоямын, екеуміз ризамыз, әйтеуір бір-бірімізді құшақтап алып. Сонымен негірге отырмыз, әңгімені айтып отырмыз, екеуміз ары құшақтастық, бері құшақтастық. Содан кейін Сартайға бардым. Сартайға барсам, бұл әлі ұйықтап отыр, оны тұрғызамайдым. Ой, қош дедім де кетіп қалдым. Сонымен шай қойын деп жүрмін ғой. Сөйтсем үйде газ бітіп қалыпты, есіме енді түсті ғой. Ал не істеймін деп ары ойландым, бері ойландым. Одан кейін отырдым да ары ойландым, бері сөйтіп, ал так дедім да, звондаймын дедім. Сонымен газға звондап қойдым да отырдым, күтіп, сосын қой тұрайын да үйдің шыбындарын өлтірейін дедім, бекер отырмай. Шыбындарын қолдарын қол, бұттарын бұт, қанаттарын қанат қылып өлтіріп тастадым бәрін, жындарына деп. Ұйқы бермейді өздері, таң атпастан таңғы 6-дан бастап ұйқы берген жоқ қой, шіркін-ай. Одан кейін мен не қылдым, сол баяғы далаға шықтым, газ деген 3 сағат күттік. Балалардан қарын ашып кеткен, маған уже ашулы төртеуі. Сонымен далада тұрдым, ауыр отырмын, бері тұрмын, дедім, бір жыным ұстап. Одан кейін әдемінің іші піскітті, биледі. Көздері оның вау, фигурасы оның вау дей ме соған. Айда биді кетті ғой. Күлімсіреп кішкене. Содан тамақтарын ішіп алды да, бір айналып келсем, что-то олар сабақ оқып отыр. Мә, жаңалық қой дедім, сендер сабақ оқып отқандарың. Каникулда бірінші рет кітаптың бетін ашып отыр. Мен сол тамақ ішіп, шай ішіп болғанша газымыз келгенше кеш бат кетіпті. 4 болғапты сағат. Сөйтіп қой, тез ыдыстарымды жуайын, кешкі тамақ жасайын деп, оның арасында қазанымды қырып кеттім ғой, әппақ. Соны кейінде қырсам болады ғой, қазір папамызға тамақ жасауым керек. Мен әйтеуір аяқ асты пысық-сығым ұстап, бәрін жуып, чики-чики қылып қойдым. Сонымен достар, осындай видео сендерге ұнай ма екен? Ұнаса лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока-пока.